Барлықтарыңызға сәлем, мен YouTube каналым оқырмандары. Бүгін біз осындай өте дәмді баклажан қосылған салат дайындайтын боламыз. Ол үшін менің видеомды соңына шейін бақылаңыздар. Баклажандарымызды осылай видеода көрсетілгендей етіп, ұзынша етіп соломка қылып турап аламыз. Баклажанды турап болған соң болгарскийді да осылай видеода көрсетілгендей етіп, ірі етіп турап аламыз. Майымызды қыздырып, баклажанымызды қызартып, қуырып аламыз. Тұзды суға салмаймыз. Тек турап болған соң сразу май құйып, майымызды қыздырып, баклажандарымызды қызартып, қуырып аламыз. Баклажандарымызды қуырып алдық. Осындай түсте болу керек. Енді аз ғана майын алып тастап, қалған майдың бөлігіне блендерден немесе массировкадан өткізілген помидорымызды салып 15-20 минут қуырып, қайнатып аламыз. Міне 20 минут өтті. Енді оның үстіне жаңағы туралған болгар бұрыштарымызды салып, тағы да 15 минутқа бұқтырып, қайнатып аламыз. Он 15 минуттан кейін жаңағы қуырылған баклажандарымызды салып, тағы да 15-20 минуттай бұқтырып, қайнатып аламыз. Оның үстіне туралған сарымсағымызды, яғни чесногымызды саламыз. Чесногымызды салып болған соң қалауларыңызша бір ащы болгар бұрысын қосамыз. Қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Дәміне қарай тұз, шекер және бір шай қасық уксус қосамыз. Барлығын қосып болған соң, ең соңында аскөк немесе кинза өз қалауларыңызша қосасыздар. Мен бұл жерде укроп қостым. Тағы да 15 минут қайнатып аламыз. Міне біздің салатымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай түрі де, түсі де өте әдемі болып шықты. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Міне дайын болды. Банкамызды ыстық суға қайнатып, осылай жауып аламыз. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Жасап, өз ойларыңызбен комментарий бөлімінде бөлісіп кетіңіздер. Алдын ала рахмет. Сау болыңыздар.